Қыт-қыттың сыры. Бұрынырақта тауық пен тышқан керемет дос болған екен. Күндердің күнінде тауық бір уыс бидай тауып алады. Досынан бидайды үгітіп беруін сұрайды. «Мен үгіте алмаймын», дейді тышқан. Амалсыздан бидайды тауық өзі үгітеді. Диірменнен шыққандай мап-майда ұн жасап, одан қамыр илейді. Содан кейін ол тышқанға: «Енді қамырды күлшетіп пісір», дейді. «Өзің ақ пісіре салшы, ерініп тұрмын», дейді досы. Тауық бір табақты толтырып күлше пісіреді де: «Күлшені кім жейді?» деп әдейі дауыстайды. «Мен!» деп тышқан жүгіріп келеді. Сонда тауық: «Бидай үгітуге де, тәтті күлше әзірлеуге де ешқандай үлес қосқан жоқсың. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей», дейді де тышқанды үйінен қуып шығады. Содан бері тауықтар тышқанды көрсе, қыт-қыттап, оған үрке қарайтын болыпты.